Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, ла тазула, қараңыздар, қадама ғабдин яумал қиямети мин инди раббихи. Раббысының құзырына махшарға келген кезде, сөйтіп сұраққа тартылатын кезде жеке-жеке шақырады. Жеке-жеке шақырады. Сол кезде оның есеп берілетін орынға келген екі аяғы орнынан қозғалмайды дейді. Хатта юсәлә ан хумсин, 5 нәрсе жайында сұралмайынша дейді. Қараңыз, біріншісін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ан ғумурухи, ғұмыры жайлы сұралады жалпы. Мысалы біреуге 90 жыл берілді ғұмыр, 90 жылы туралы сұрайды. 90 жасқа 90 жыл өмірі туралы сұрайды дейді. Фима әблаху, сонда сұрақтың төркіні, қай жолда құрттың дейді өмірді. Қараңыз. Өміріңді қай жолда, қай мақсатта, қай еңбекте, қай халде құрттың деп сұрайды екен. Құрттың деп сұрайды екен, өзіңіз ойлаңыз. Тауыстың. Одан кейін осы ғұмырдың ішінен жас кезді алып шығады екен. Жастық шағында алып шығады екен да. Ва юсәлу ан шабабихи, ол жайында бөлек сұрайды екен, екінші мәселе. Есіңде ме саған берілген жастық шақ? Жастық шағы жайлы сұралады дейді. Фима әблаху, жастығыңды қай жолда, қай халде, қай мақсатта, қай еңбекте тоздырдың? Жастық тозатын нәрсе ол. Қартаямыз ғой бәріміз. Қай жолда тоздырдың дейді оны. Не істедің дейді оны тоздырып. Міне бұл бізден алдын ала сұралатын нәрсені бүгін баяндап беріп отыр Алла Тағала бізге. Есімізді жиғызу үшін да. Сосын ва ан жисмихи, денең туралы сұрайды дейді. Денсаулығың, тәнің. Фима блаху, мына денені қай жолда тоздырдың деп сұрайды екен. Мына теріңді қай жолда тоздырдың? Денеңді қай жолда тоздырдың? Денсаулығыңды. Ваған ғилмихи дейді. Сосын төртіншісі білімі жайлы сұралады дейді ол. Білімі жайында сұралайды, мәза ғамила фихи. Саған берілген білім бар еді. Сол білімге қатысты не еңбек, не амал жасадың деп сұралады екен. Ваған мөлихи, сондай-ақ малы жайында сұрайды дейді. Менен әктәсәбәху, малға қатысты құрмет жамағат арнайы екі сұрақ қойылады екен. Қайдан таптың? Қай жолмен таптың ол малды деп сұралады екен. Міне сол сұрағымызды бүгін дайындау керекпіз біз. Қай жолмен мал тауып жүрміз біз? Сондай-ақ фима анфақаху, және қай жолға жұмсадың деп сұрайды екен. Міне осы 5 сұраққан жауап алынбайынша ол құлдың екі аяғы сол жерден қозғалмайды дейді. Айша анамыз айтады,